Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Мамыр айының аяғында өтетін Бангкоктағы бүкіл әлемдік Париж Олимпиадасының жолдамасын сарапқа салар турнирі аясында өткен шығарылымдарда айтып өткендей, сәуір айының 8 мен 10 аралығында ресми түрде іріктеу спаррингтерінде 63,5 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін ерлерден бөлек тағы да 4 салмақ дәрежесінде әйелдер құрамасында іріктейтін болады. Сол тақырыпқа байланысты әйелдер құрамасының іріктеуінде өнер көрсететін әр боксшы қызға толығырақ тоқталып өтейік. Бүгінгі шығарылымда қысқа да нұсқа негізгі керекті фактілерге тоқталар болса, Қазақстан Республикасының әуесқой бокс федерациясының басшылары мен ұлттық құраманың бас бапкерлерінің Қазақстанның мықты бұрымды боксшыларына мүмкіндік бергеніне тоқтала өтейік. Әр салмақта боксшыларымыздың есімдері мен олардың жетістіктерінде атап өткенім жөн деп есептеймін. 50 келі салмақ дәрежесінде Алуа Балқыбекова 2 мәрте әлем чемпионаттарында қоржынымызға медаль салған мақтаныштарымыздың бірі. Алғашында Стамбулда әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанса, екіншісінде өткен жылы 2023 жылғы Үндістанда өткен әлем чемпионатында қола медальді олжалаған болатын. Оған қоса 2 дүркін Азия чемпион атағы бар. Ал одан кейін бүгінгі күнде Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионатының 2 дүркін жеңімпазы Назым Қызайбай. Назымның да ел қоржынына салған Азия чемпионаттары мен әлем чемпионаттарында жеңістері мақтанарлыққа тұрарлық. Одан кейін қызықтың бәрі 54 келіден басталады. Ол жерде біздер жаңа есімді естіп қалуымыз да ғажап емес. Бұл салмақ дәрежесінде 2 боксшы емес, 7 немесе 8 боксшының да қатысып қалуы күтіліп отыр. Бүгінгі күнде Ангелина Лукас кәсіпқой бокстан 30 наурыз күні жекпе-жек өткізуіне байланысты жекпе-жектен кейін нақты жауабын беретін болады. Ал қалған қыздарға тоқталатын болсақ, Анель Сақыш 2000 жылы туылған, Қазақстан чемпионаты мен Қазақстан спартакиадасының күміс жүлдегері. Жайна Шекербекова 1989 жылы дүниеге келген, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Одан кейін Балауса Муздиман. Балауса да жастар арасында қазақтың туын көтеріп әлем чемпионы атанған болатын. Соңғы Қазақстан спартакиадасының қола жүлдегері атанды. Тағы бір жастар арасында әлем чемпионы Элина Базарова. Кадеттер мен жастар арасында Азия чемпионатының 3 дүркін жеңімпазы Түркістан облысының мақтаныштарының бірі Олжан Сәрсенбек. Одан кейін 2004 жылы туылған Сымбат Алиасқар да бұл турнирде өз мүмкіндігін қарастыратын болады. Сымбат ең соңғы іріктеу турнир, нақтырақ Ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған турнирдің ақтық бәсекесіне дейін шыққан. Одан кейін 2016 жылғы әлем чемпионы Дина Жоламан. Дина Жоламан бірнеше жыл бойы осы 54 келінің Қазақстандағы үздігі болып келді. Одан кейін 60 келі салмақ дәрежесіне тоқталатын болсақ, бірінші нөмірлі боксшымыз Рима Волосенко. Рима да Азия чемпионатында әнұран ойнатып чемпион атанған болатын. Италияның Бусто Арсицо қаласында да қалың жанкүйерлерге қуанышты эмоциялар сыйлай алды. 4 жекпе-жек өткізіп, шешуші кезеңде де қарсыласынан жеңілмеген болатын. Алғашқы жекпе-жегінде алған жарақатына қарамастан қайсар мінезді қыз екенін көрсете алды. Бір қолмен 4 кезеңге дейін өтіп шығу оңай шаруа емес екенін боксты түсінетіндер жақсы түсінеді деп ойлаймын. Римадан бөлек алматылық Графеева да бұл салмақта үздіктердің қатарында. Ал Волосенко мен осы Графеева арасында Ғалым Жарылғаповтың турнирінде, яғни іріктеу турнирінде екеуінің жолдары түйіскен. Сенімді түрде жеңіске жеткен Волосенко Италияға аттанған болатын. Одан кейінгі оқу-жаттығу жиындарының бірінде тағы да бір мәрте бапкерлер 2 боксшы арасында спарринг өткізген екен. Ол жерде де бас бапкерлердің айтуы бойынша Волосенко қарсыласынан бір басқа жоғары болған. Сондықтан да бас бапкерлердің шешімі бойынша өзінің бабында жүрген Риманы жарақатынан сауықтырып, тағы бір мәрте Таиландта өтетін бүкіл әлемдік жолдаманың сарапқа салар турнирде мүмкіндік береміз деп шешкен. Және бұл өте дұрыс шешім деп есептеймін. Одан кейін 66 келі салмақ дәрежесінде Азия ойындарының қола жүлдегері Наталья Богданова, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Дариға Шакимова Жарылғапов турнирінде өзін жақсы қырынан көрсеткен. Әсіресе Богдановамен өткен жекпе-жекте осы салмақ дәрежесінде өзінің белсенді боксшы екенін дәлелдей алған Лаура Есенгелді. Және 4-ші қызымыз 22 жасқа дейінгі өткен жылғы Азия чемпионатының чемпионы Жасмин Кизатова. Бұл ресми спарринг оларға да үлкен мүмкіндік беретін болады. Ал 75 келіге келетін болсақ, бүгінгі күндегі бірінші нөмірлі боксшы әлем чемпионы, әлем чемпионатының қола жүлдегері және Азия чемпионы Валентина Хальзова. Одан кейін 2001 жылы туылған 22 жасқа дейінгі Азия чемпионатының жеңімпазы Гүлсая Ержан және де соңғы Қазақстан спартакиадасының күміс жүлдегері Жібек Жарасқызы өздерінің бақтарын сынайтын болады. Мінекей, құрметті бокс жанкүйерлері, бұл әр боксшы үшін таптырмас мүмкіндік деп есептеймін. Бұл іріктеу спаррингтерінің нәтижесінде чемпион атанып жеңіске жеткен боксшылар Олимпиада жолдамасын иеленуге мүмкіндік алуға Таиландқа аттанатын болады. Шығарылымға байланысты төменге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қазақ бокс жасасын. Баршаңызға сәттілік.